Жапонияның медицинасы туралы айтып жіберсеңіздер деп қойыпсыздар. Алдыңғы жолғы Жапонияның оқу ағартуы туралы шығарған кескіннің астына Жапонияның докторханасына бардыңыз ба деп жазыпсыздар. Барған жоқпын, баруға мұрсат та болмады, орай да болмады десе де, бізді бастап жүрген кісі осы Жұңғодан барып Жапонға тұрғанына 7 жыл болыпты. Сол кісінің айтып берген осы медицинаға қатысты әңгімелерін сіздерге айтып берейін. Сол кісі айтты, мен барып тұрғаннан кейін 2 жылдан кейін қайнапамды алдырдым деді. Себебі ол кісінің қайнапасы жаман ауруға шалдығып қапты да, сонымен Жұңғодан төте барып емделсе қымбат болады екен. Сонымен алдымен сол жаққа барып 1 жылдай тұрғанға шығып, сол азаматтығына өткен сияқты, яғни сол Жапонияның емдеу қамтамасыздандыруына кіргізіп алып, содан кейін барып докторға көрсеткен екен. 1 айдағы емделу ақысы және Хуалиаудың ақшасы 10 мың йен болған. Жапон ақшасымен, Жұңго ақшасымен 500 йен ғой. Сол Хуалиауды істеткен кезде кісінің шаш түскен жоқ дейді. Сонда енді қарап көрсеңіз, медицинасының мықтылығы ғой. Одан кейін тағы бір нәрсе айтты. 90-ға келген қария, майданлау дейміз ғой, магдалауымыз дейміз. Сода жұмыс жасайды, және хамбау дейміз, және күтуші болып жұмыс жасайды дейді, 90-ға келген қария. Сондайлап көрсеңіз, бір елдегі 90-ға келген қария жұмыс жасап жүрсе, енді докторханада жатқан қайдағы адам енді мүмкін емес қой. Бар шығар енді жаңағы Бірен-саран деген сияқты. Енді одан кейін тағы бір әзіл айтты. 84-ге келген жапондықтар бас қосатын болса дейді, сабақтастар бас қосатын болса, бүкіл сабақтастары бар болуы мүмкін дейді. Өйткені ұзақ жасауына қарап айтып отыр ғой, ерлердің жасы 84, әйелдердің жасы 87 дейді. 100-ден асқан қариялар бүкіл елде 100 мыңнан асады дейді. Енді одан кейін емделуді айтты. Жұңғодан төте барып емделсе қымбат, сосын сатылап емделеді екен, әрбір саты күйінше, басқыш күйінше, яғни ауылда тұрсаңыз, ауылдың докторханасына, ауыл қолынан келмесе, ауданға жөткейді. Одан аймаққа жөткейді деген сияқты. Енді ауылдан тұрып төте аймаққа секірсеңіз, оны айыппұл төлеп қалатын жағдай болады екен. Медицина туралы сұрасаңыздар, менің білгенім осыншалық. Алда тағы да басқа информациялармен бөлісеміз. Қосылып алыңыздар, аман болыңыздар.